Ассалаумалейкум. Бүгін мен сіздерге бургердің нанын үй жағдайында жасап көрсеткім келіп тұр. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады. Бізге қажет ингредиенттер: ұн, тұз, сұйық май, қамыр қопсытқыш, ашытқы және жылы су қажет болады. Қамырымызды жұмсақ етіп илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды ашытуға жібереміз. Осы жерде кішігірім лайфхак айта кетейін. Егер асығыс болған жағдайда 15 секундқа қамырыңызды микроволновкаға салып алсаңыз болады. Сонда тез ашитын болады. Ашыған қамырымызды майлап формаларға келтіріп алатын боламыз. Менде 7 дана қамыр шықты. Қамырымызды әдемілеп противенге орналастырып шығатын боламыз. Араларын алшақтау етіп орналастырғаныңыз жөн, себебі көтерілгеннен кейін бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Енді жұмыртқаның жылтоғын жағып, одан кейін бетіне күнжіт жағып, жарты сағатқа көтертуге бетін жауып қоямыз. Міне қамырларымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды 180 градуста жарты сағатта пісіріп аламыз. Міне нандарымыз, булочкаларымыз дайын болды. Өте керемет, жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.